Mana ağayınlar köktem geldi. Qarаңыз, keşe gana жаңбыр жауып, қар жауып, жердің бар тас болып, сондай бір аяздар болған еді. Elhamdülillah mana köktem geldi. Bu köktem Allah Subhanahu Teala bizge en ulkan kudretin eski alığımız üçün bolgan en ulkan örnek. Qurup kalgan ağaçты көрген vaqtımızda endi mına kelesi жылы көгерер мекен, gülder meken, жеміс берер мекен деп қаламыз. Bir köktem gelgen кезде қарасаң көгеріп шығады, gülдеп шығады, және жеміс береді. Көпшілік адамдар ойлайды, өлгеннен кейін кім тіріліпті дейді. Соқырсың ба? Мақаусың ба? Саған көрсетіп қойды ғой ағашты. Қурап қалған ағашты Allah Subhanahu Teala қандай қылып қойды? Қурап қалып, ешбір нәрсесі қалмаған, қураған ағаштыға көктем келген уақытта сонда қайтадан оны көгертіріп, гүлдеттіріп, оған жеміс берген Allah сенің шіріп кеткен сүйеңді жинап алуға құдіретті емес пе еді? Жоқ. Бәлкім Allah Subhanahu Teala бізге бұны өрнек үшін шығарып қойды. Бұны біз ағашты айтамыз. Тақыр жер, жерде шөп қалмаған, сондай тақыр жерден де шөптерді шығарып, гүлдерді шығарған Allah қандай ұлық. Allah Subhanahu Teala істеген барша күнәлерімізді кешірсін. Көктем келуімен бірге adamların terşiliği başladı. Adamlar, tepten hayvanlar, tepten canavarlar da uyanat. Canavarlar da uyanat. Köktem geldi. Terşilik istev gerek. Bunun barlık bizge neni eskerdi? Ey bende, közünde aç. Yakında kıyamet bolan. Dayındığında kıl. Былтыр ғой, жалғаулық қылдың. Namaz оққан жоқсың, ораза тұтқан жоқсың, Құран оққан жоқсың. Бірақ Allah саған және мейірімшілік қылып, саған тағын бір жыл уақыт берді. Ей, ағаштар оянған уақытында, айуандар оянған уақытында, құрт құмырсқа оянған уақытында, сен айуаннан да төмен мақлұқсың ба, көзіңді ашпайсың ба, оянбайсың ба, мына жаратылысқа қарамайсың ба, мына жаратылысты кім жаратқан, мына жаратылысты кім басқарып тұр? Ертең қияметтің болары ақиқат қой. Білмеген намазыңды үйреніп, оқымаған Құр'аныңды оқып, аз ғана болса да өліп қалған жүрегіңді тірілтпейсің ба деген адамзатқа бір ой пікір келу үшін Allah Subhanahu Teala біз барлық нәрсені оятып қойды ағайындар. Ойбай көктемге қыпты қойды, парныңа кейік, тепелетсе кейік, көңе келейік. Göңнің ішіне кіріп, боқтың ішіне жатпайсың ба? Ертең бәрібір сол боқтың ішінде қаласың. Ертең сол боқтың ішінде қаласың. Дүние бір боқтық. Ертең соның ішінде қаласың. Ей, әттеңен ай. Қабірге барып қойыласың. Қабірде жатасың. İstеген аманың бар ма еді? Ай, шіркін ай. Allah seni адамзат қылып жаратып еді. Ne үшін адамзат қылып жаратты? Екі көз берді, екі аяқ берді, sana сезім берді. Перзент те беріп қойды ғой. Көзің ашылмады, надан болдың. Жүрегіңде мейір болған жоқ. Аллаға болған қолшылығың жоқ. Қабірде қай жеріңді ұстайсың? Мен адамзат ойлануы керек. Мен кіммін? Мен қайда барамын? Ne istediğim gerek? Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amenu takullaha hakka tukati ve la tamutunna illa ve antum muslimun. Ey iman keltirgen bendeler, Allah'tan şinemen korkunlar. Жалғыз ғана жұма күні басың сүмірейіп, сеңгіл деген шөбірекке ұқсап салбырап келе бермейді. Жұмаға пейшенбе өліп қойсаң ше, не қыласың? Сәрсенбе өліп қойсаң ше, сәрсенбе сатты күн деп кете бересің. Сатты күнің шығарады ана жерде. О жерде сенің мына дүниедегі көкең жәкең осы пәре алатын қырхабырлар отырған жоқ о жерде.
sanasının barlığı küfürlük benen, imansızlık benen, jırtыкçılık benen uğlangandar oturgan jok ol jerde. Senin her bir amalın jazalınat. Senin her bir amalın жазылат. Oң kolunda perişte var. Жақсылық amalыңды жазған. Ойланшы, bir pikir kılçı. Ne istedin sonçalıkta? Azanda karnыңды tamakka toldurdun. 5 metreden tuvaleti bokka toldurdun. Odan çıktın, ebette geldin, ebette tağın doldurdun, tağın doldurdun, keşke geldin, sömenen çattın. Ey adamzat, hayvandan ne ayırmaşılığın var? Ne ayırmaşılığın var? Karanız. Allah subhanahu wa ta'ala bizde adamzat kılıp jarat koygan bize, işken çegenine karaptırıp ibret alatın kılıp koygan, akıldı, dana kılıp koygan bize, ne üçün biz özümüzde hayvanday nadan tutumumuz gerek? Belkim adamzat oylanığı gerek ağayınlar. Allah subhanahu wa ta'ala Allah'dan şinimen korkunlar devatır. Şinimen. Allah'dan şinimen korku kalay bolat. Allah'dan şinimen korku kalay bolat. Sokur bolsan Kudayga, Kuday meni sokur kılıp jaratmaganыңды dep durup çılaytın edin. Şolak bolganыңды, ya Allah menin ayağımды bütün kılganыңды dep çılaytın edin. Mügüdük bolsan, ya Allah meni mügüdük kıldın koy dep çılaytın edin. Seni bütün kılıp koydu koy, bütün denengin barlığı sağ koy. İşken çegenine mez bolup, işip çişip çata vermeye gerek adam. Allah subhanahu wa ta'ala Allah'dan şinimen korkan Müslüman bölün değil. Bu ülken arman ağayınlar. Barsanız gaytarım. Müslüman bu bölüdü Allah nasip etsin. Sebebi Müslüman bu bölü öte ülken arman.